Ассалаумағалейкум, Оңтүстік Корея елінен және басқа да мемлекеттерден бізді бақылап отырған шетел азаматтары. Кеше сіздерге Оңтүстік Корея елінде адам өлтірмек болды деген Азымжан Ұзақов, Өзбекстан Республикасының азаматы туралы сіздерге ақпарат берген болатынбыз. Бүгін Азымжанмен кіріп сөйлестік, онымен тікелей байланыста болдық. Иә, жасаған қылмыстарының барлығына өкінетіндігін айтты. Қазіргі таңда Азымжанның үстінен 3 қылмыстық іс қозғалған: жалған құжаттар дайындау, алаяқтық жолмен ақша талап ету және ең соңғысы адам өлтіруге әрекет жасады деген баптармен үстінен қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу басталды. Егер Азымжанның кінәсі толығымен дәлелденетін болса, ол 6 айдан 1 жылға дейін бостандығынан айырылмақ. Азымжанға алдандым деген шетел азаматтары, өзбекстандық студенттердің барлығы мінекей бүгін дәл осы жерге жиналды. Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Ismim Halilov Elyorjon. Bu Azim mendan meni nomimda 6 million kredit oldi va 10 milliondan ziyod qarzi bor. Undan tashqari o'tgan oyda Morning rusumli mashina rasmiylashtirgan meni nomimga. Har xil noqonuniy ishlar qilib, meni nomimdan boshqalardan qarz olib, shu bo'laman deb ID kartalarimni boshqalarga tashlab, shotnomerlar, bank shotlar qilib tashlagan. Жалпы сіз қазіргі таңда арыз жазғансыз. Осы арыз бойынша сіз арызыңызды қайтарып аласыз ба? Ақшаңызды қайтарып беретін болса, не болмаса осы елшілік өкілдері барлық жері білгенін қалайсыз ба? Ya, men arizamni qaytara olmayman. Menga hozir pul muhim emas. Bu bola hozir ko'pchilikni aldab, hamma musulmonlarni aldab yurgani uchun bu oxirigacha borishini va O'zbekiston elchixonasini bilishini xohlayman. Bu bola bo'yicha arizaga oxirigacha boramiz, Xudo xohlasa. Mani ismim Hasan, O'zbekiston fuqarosi. Men bu Azimjon Uzoqov Azamatovichni 1 yildan uzoq bo'ldi, taniyman. Meni nomimga mashinalar qo'yib, informatsiya qilib taylagan, mendan pul ham olgan. Ancha vaqt o'tdi. Endi hozir biz Suvon shahriga keldik, militsiyaxonaga ariza berishga. Oldin ham berganman, Kyongju shahrida. Endi bu jazosini olishni xohlaymiz hammamiz. Biz hozir Koreyaning hamma shaharlarida arizani yozdik. Arizani O'zbekiston elchixonasi o'z nazoratiga olishini xohlaymiz. Nimagaki, bu ish shunchalik qolib ketmasin. O'z jazosini olib oxirigacha borishni xohlaymiz bu ish. Оңтүстік Корея елінде анасын және сәбисін өлтірмек болды деген күдікпен ұсталған Азым Ұзақовтың мәселесі бойынша қазір біз сол әйелдің күйеуіне бағытталдық және оның өзінен біз сұхбат алатын боламыз. 3월 10일 날 11 наурыз күні балама және әйеліме Өзбекстан азаматы тарапынан қысым көрсетіліп жатқандығы туралы білдім. Бірден полицияға хабарластық. Тергеу барысында шынымен де менің отбасыма қастандық жасамақ болғанын білдім. Бұл азамат Кореяда өз елінен келген жұмысшыларды да алдаған және қазіргі таңда алаяқтық бойынша арызданушылар да бар екен. Отбасыма жоғары дәрежеде қысым көрсетілген. Олардың өз-өзіне келу үшін ұзақ уақыт керек. Айыпталушы заң алдында толық жазасын алуын қалаймын. Болған қылмыстық іс енді жергілікті кәріс азаматтары тарапынан тікелей бақылауда болмақ.